Атырау облысында өткен жылы із-түзсіз жоғалып кеткен зейнеткер отбасы туралы іс қоғамды тағы да дүр сілкіндірді. Бұл жолы оқиғаның айналасынан жаңа алаңдатарлық деректер шығып отыр. Белгілі болғандай, осы отбасының екінші қызы Қазақстаннан тыс елге шығып кеткен. Бұл отбасы Атырау облысындағы Жангелдин ауылында тұрған. Ауыл тұрғындарының айтуынша, олар ешқашан дау жанжалға араласпаған, тыныш өмір сүрген, өз еңбегімен күн көрген жандар болған. Зейнет жасына келген ерлі-зайыптының үйінде екі бірдей мүгедек баласы бар екені де белгілі. Сондықтан да бұл отбасы ауылдастарына тек аяныш пен құрмет қана тудырып келген. Көршілерінің бірі Үсен Жолдасұлының айтуынша, алғашында ешкім бұл отбасының жоғалып кеткенін де байқамаған. Ешқандай күдік болған жоқ. Олар тыныш адамдар еді. Біреумен ренжісіп көрмеген. Бірден жоғалды деп ойлаған жоқпыз. Кейін ғана туыстары арқылы полицияға арыз түскенін естідік, дейді көршісі. Ең күмәнді жайттардың бірі отбасының ұлы Наурыздың әрекеті. Туыстарының айтуынша, жоғалып кеткеннен кейін белгілі бір уақыт аралығында ол WhatsApp арқылы байланысқа шыққан. Ол өзі хабарламаларында малды сатқысы келетінін айтып, анасының ауырып қалғанын себеп еткен. Ақша керек екенін де жазған. Алайда бір оғаш нәрсе бар. Ол ешқашан дауыс жазбасын жібермеген, бейне қоңырауға да шықпаған. Тек қысқа мәтіндік хабарламалармен ғана шектеліп отырған. Тек жазды, дауысы да жоқ, видеосы да жоқ. Мал сатамын, анам ауырып қалды деп қана жауап берді, дейді туысы Шауқар Мұханғалиев. 14 желтоқсан күні Фаризат Кенжеғалиева да күдіктене бастағанын айтады. Себебі оның ағасы бұрын ешқашан малын қараусыз қалдырмайтын адам болған. Бір жаққа кетсе де міндетті түрде алдын ала ескертіп отыратын көрінеді. Ал бұл жолы отбасынан ешқандай хабар болмаған. Ағам ұзақ уақыт үнсіз қалмайтын, бір жаққа кетсе мынандай жерге бара жатырмын деп міндетті түрде айтатын. Бұл жолы мүлде хабарсыз кетті. Сол кезде жүрегім бір жамандықты сезді, дейді ол. Көпшілікті есеңгіреткен ауыр хабар 6 қаңтар күні кешкісін белгілі болды. Полицейлер жоғалған ерлі-зайыптының мәйіті табылғанын хабарлады. Олардың денелері өз үйлерінің жанындағы сарайдан шыққан. Қазір оқиға орнына қатысты барлық материалдар сот-медициналық сараптамаға жіберілген. Алайда бұл оқиға мұнымен аяқталған жоқ. Қазіргі таңда олардың екі баласы әлі табылған жоқ. Іздеу жұмыстары кең көлемде жүргізілуде. Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Жантөре Демешевтің айтуынша, бірнеше ауылдың маңында арнайы топтар жұмылдырылған. Шадыман Төбек, Бесмола, Бірмола және Қарасу аумақтарында құтқарушылар, сүңгуірлер мен суасты дрондары арқылы іздеу жалғасып жатыр. Әрбір нұсқа тексерілуде, ештеңе назардан тыс қалдырылмайды, дейді мамандар. Бұл оқиға бір ғана отбасының трагедиясы емес, бүкіл қоғамды ойландыратын ауыр жағдай. Тыныш өмір сүрген, ешкімге зияны жоқ зейнеткер жандардың осындай күйге түсуі көп сұрақ тудырады. Ал балаларының әлі табылмауы бұл істің әлі де талай құпиясы бар екенін көрсетеді. Қазір ең бастысы ақиқаттың толық ашылып, кінәлілердің заң алдында жауап беруі. Мұндай қайғылы жағдайлар енді қайталанбас үшін әрбір белгісіз жайтқа бейжай қарамау бәрімізге ортақ жауапкершілік. Тергеу басталғалы бері бұл істің төңірегінде сұрақ көбейіп барады. Өйткені сырттай қарағанда қарапайым ғана ауыл отбасының оқиғасы сияқты көрінгенімен, тереңдей түскен сайын бір-біріне сәйкес келмейтін жайттар анықтала бастады. Ең алдымен көпшілікті ойландырған нәрсе WhatsApp арқылы жазылған хабарламалар. Сарапшылардың айтуынша, мұндай жағдайларда қылмыскерлер жиі марқұмдардың телефонын пайдаланып, уақыт ұтуға тырысады. Дауысты хабарламаның, бейне қоңыраудың болмауы да күдікті белгі. Себебі жақын туыстар әдетте даусынан ақ бәрін аңғарады. Екіншіден, малды сату мәселесі. Ауылда мал күнкөріс көзі ғана емес, үлкен жауапкершілік. Ал Наурыздың кенеттен мал сатамын деп жазуы, әрі оны өзі емес, тек жазбаша түрде хабарлауы туыстарды алаңдатқан басты себептердің бірі болды. Кей деректерге қарағанда мал да сол күйі сатылмаған, немесе нақты кімге өткені белгісіз. Тағы бір назар аударарлық жайт отбасының екінші қызының елден шығып кетуі. Бұл дерек жарияланғаннан кейін қоғамда түрлі болжамдар айтыла бастады. Ол қашан кеткен, қандай себеппен кеткен, бұл оқиғамен байланысы бар ма жоқ па? Қазір тергеу осы сұрақтарға жауап іздеп жатыр. Әзірге ресми органдар нақты мәлімдеме жасаған жоқ. Ауыл тұрғындары да бұл жағдайдан кейін үрейленіп қалғанын айтады. Себебі Жангелдин секілді тыныш ауылдарда мұндай оқиғалар өте сирек болады. Бұрын есігімізді де құлыптамайтынбыз, қазір бәрі сақтанып қалды, дейді ауылдың үлкендері.
Құтқару және іздеу жұмыстары әлі тоқтаған жоқ. Су айдындары, ескі қоражайлар, тастанды үйлер, ауыл маңы бәрі тексерілуде. Суасты дрондарының тартылуы да істің күрделі екенін аңғартады. Бұл жай формалдық емес, нақты қауіп бар деген сөз. Кейбір дереккөздер екі баланың өз бетімен кетуі екіталай екенін айтады. Себебі олардың мүгедектігі бар. Өздігінен ұзақ жол жүруі немесе тығылуы қиын. Сондықтан тергеу күш қолдану, алдау немесе біреудің ықпалы болуы мүмкін деген нұсқаларды да қарастырып жатыр. Қоғамда алаңдатқан тағы бір сұрақ: неге бұл жағдай тым кеш белгілі болды? Көршілер неге бірден дабыл қақпады? Туыстары неге тек біраз уақыттан кейін күмәнданды? Бұл сұрақтардың жауабы да үлкен сұрақ. Бұл оқиға бізге бір маңызды шындықты көрсетіп отыр. Ең тыныш ауылдың өзінде қауіп жоқ деп айтуға болмайды. Жақындарымызбен байланыс үзілсе, ұсақ-түйекке ұқсайтын күмәннің өзін елеусіз қалдырмау керек. Ал бұл істің ақиқаты толық ашылмайынша қоғамның алаңдауы орынды. Ең бастысы жоғалған балалар аман-есен табылып, бұл қасіреттің артында тұрған шындық әділ түрде жария болуы тиіс. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір алаңына өз ойыңызды міндетті түрде жаза кетіңіз.